Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Бүгін біз Тамерлан Хаус қоғамдық қорының мүшелерімен кездесіп, сұхбаттасуға келдік. Бүгінгі көтерілетін тақырып елімізде ерекше баласы бар отбасылардың мәселелері жайлы болмақ. Түрлі диагнозы бар балаларға мемлекет тарапынан қандай көмек көрсетілуде, қандай ем шаралар жүргізілуде, осының бәрін ата-аналардың өз аузынан естіп көрейік. Айунаға қазір кезде қандай ем керек? Нақты қандай ем және оған қанша қаражат керек? Бізде қазір Аюнаның өзі 3-ші операциясы болып кетті. Енді тағы да Астанаға барамыз. Бұл кезде тексерет. Осымен 4 рет наркоз алды ғой. Қызым жаңағы несі бар бәрі. Енді қазір 4-ші рет барайын деп жатыр. Тағы да тексертуге. Оны операция жасай ма, жасамай ма? Бізде мынандай проблема болып жатыр. Жағдай. Қызыма қазір емі бізде кататор болған. Бізде 1,5-2 сағат сайын, кезде 2,5 сағат сайын мочасы до конца шықпайды, кататормен шығарып отырамыз. Кататормен ол қыз балаға қиын, қызарып кетеді, ашиды. Одан кейін жаңағы бізге кататор бермей жатыр, МСХ-тан бізде врачтар жазып беріп жатыр, мемлекеттен бермей жатыр. Бөлінбей жатыр, бізге еще средстволары бар негізінде. Өйткені қыз бала азаннан кешке дейін памперсте, кататорда жүрсе, қыз баланы қызарып кетеді, нетеді. Сол үшін бізге средстволары бар, жаңағы памперсі бар, кататоры бар. Оның бәрін қарап отырсаңыз, өзім сатып алып отырмын. Мен өзім жаңағы жалдамалы квартирада тұрғаннан кейін өзінің ақшасы өзіне жетпей жатыр. Бізде бір кататорның өзін аптекадан бір штугын өзін 350 теңгеге сатып алып жүргенбіз алдында. Ал қазір қанша екенін білмеймін. Қазір қымбаттады. Сіз мемлекеттен балаға жәрдемақы аласыз ба? Жәрдемақы алам, оның жетпей қалады бізге. Өйткені мен барлығын сатып алып отырмын өзім. Жаңағы өзіне керекті средстволары, кататоры. Одан кейін қызым бүйрегіне, қуығына байланысты өсуі өз жасына сай еместі. Жаңағы бойы да, салмағы да. Содан кейін оған питаниялар жазып берген, бойын өсіретін, салмақ қосатын. Ол питаниянысын біреуінің өзі 15 мың тұрады екен. Сонысы бар, оны күніне бізге 3-4 бутылка беру керек. Мен шетелге апарып қаратқым келеді. Мен ояқтың врачтарымен сөйлестім. Осындай шанс бар ма, қызымда шанс бар дейді. Сізге Ресейге барып ем алу үшін, сізге айтты, белгілі бір құжаттарды бермей жатыр деп. Сол құжаттарды алу үшін сіз кімдерге бардыңыз және не себеп деп сізге бермей жатыр? Мен детский институтқа бардым, осы Алматы облысында. Олар біз жаза алмаймыз. Шетелге қағазы керек екен, шетелге барып операция жасатуға болады деген қағаз жазып беру керек екен. Соның өзін жазып бермей отырды балаға. Сізге ең бастысы мемлекеттен қандай көмек керек? Маған ең бастысы мемлекеттен үй керек. Менің 3 балам бар. Бір баламда мүгедектік бар. Осы Алматы қаласында тұрып жатқаныма 20 жыл болды. Бір пропискада 20 жыл. Үйге кезекке тұрдым баламның атынан. Бірақ маған жолын әлі ешкім дұрыстап түсіндірмейді. Ақшаны қайда апарып саламын. Ешкім дұрыс айтпайды. Райсовезге бардым, акиматтан барып сұрадым. Ешкім маған дұрыс ақпарат бермей жатыр. Үлкен балам 16-ға толды. Әлі үйіміз жоқ. Бірақ сіз мемлекеттік жұмыстамын. Сол себебі мен мемлекеттік жұмыста істегенден бет жүзімді көрсетуден неғыптырмын. Үй алуға акиматқа барған кезде ол кісілер не деді? Тек қана очередь күт деді ма әлде? Акиматқа барған кезде үйге кезекке тұр, очередіңді күтеді. Ол очередь менде 17 мыңыншы. Ол қашан келеді, әлі бір құдай біледі ғой. Ал сіздің балаңыз, қай балаңызда мүгедектік бар және емханалардан қаншалықты көмек көрсетіліп жатыр? Менің 3-ші баламда бар мүгедектік, көз жағынан атрофия зрительного нерва, екіншісі нистагм деген 2 диагнозымыз бар. Мемлекеттен ешқандай көмек алмаймыз, дәрі-дәрмектің бәрін өзіміз сатып аламыз. Жаңа больницаға жатқанның өзінде порталды біз ұзақ күтеміз.
санаторияға жібереді. Ол санаторияға жібергеннің өзінде балаға ешқандай лечение жоқ ол жерде. Үлкендерге ғана лечение бар, ал балаға лечение жоқ. Осы уақытта дейін қандай да бір операция, қандай да бір болды ма? Мен балама операция жасауға келмейді деді. Қазақстанда операцияға не жоқ деді. Мүмкіндік болмайды деді. Германияға барып жасап келуге болады деді. Бірақ Германияда 11 миллион деп айтты. Бірақ олар Германия гарантия бермейді. Бермейміз деп айтты. Сөйлесіп не қылып едік. Бір профессормен сөйлесіп едім. Германия гарантия бермейді бұл операцияға жасауға деді. Енді қандай ем жүргізіп жатырсыздар? Қазір құры 6 ай сайын сол больницаға жатамыз, лечениясын алады. Сосын дәрі-дәрмек береді, оны өзіміз сатып аламыз. Ал көру проценті балаңыздың? 10% ғана көреді. Очкимен 20-40% деп айтты. Бір көз 20. Сабақ оқуға кедергі келтіреді. Мектептің мұғалімдеріне ескертіп айттым, қатты не жасап жатқан жоқ балама. Қысым жасап жатқан жоқ, иә. Айша ханым, сіздің сөзіңізде айттыңыз, иә, жаңағы мүмкіндігі шектеулі балалармен бірге, солардың анасымен бірге өзіміздің кішігірім қорымыз бар дедіңіз. Енді сол қор туралы айтсаңыз, оны сіздер қалай аштыңыздар, қалай жұмыс жасап жатсыздар, не істеп жатсыздар деген? Біз мүмкіндігі шектеулі, яғни нақты көз бойынша ата-аналар өзіміз жиналып, ең алғашында WhatsApp группа ашқанбыз. Мәселелеріміз түйінделгенмен анық шешімін таппағаннан кейін өзіміз жиналып қор ашып алайық. Заңды тұлға ретінде мемлекетпен диалог құрайық деп шештік. Сол екі арада 2021 жылы қор ашылғаннан кейін 2 жыл болды, жұмыс істеп келе жатырмыз. Көптеген мәселелерді осы жергілікті Алматы қаласының акиматымен шешіп жатырмыз, білім басқармасымен, әл-ауқат және әлеумет басқармасымен, сосын Министерство соцзащиты образования сол кісілермен шешіп жатырмыз. Біраз енді 2 жыл өмір сүрген қор үшін жұмысымыз әлде қайда жақсы болып жатыр. Біздің ең басты мәселелеріміз бірақ шешім таппады. Біздің өзіміздің көмегіміз, өз аналарымызға көмегіміз, тегін массаж жасап, көзі көрмейтін балдарды сурет салуға үйретіп жатырмыз. Бірақ та барлық қажетті қаражаттың бәрін өз қалтамыздан, кім 5 мыңнан, кім 10 мыңнан дегенде бөліп, өзіміз, былайша айтқанда өзіміз қамтамасыз етіп жатқан жайымыз бар. Сіздердің қорларыңыз мемлекет тарапынан мақұлданған, иә? Бірақ мемлекет тарапынан ешқандай көмек жоқ. Мемлекет тарапынан көмек жоқ. Тек қана жаңағы массажға жасауға алған адамдардың 80%-ын қазіргі осы жылы субсидировать етіп көмектесіп жатыр. Қалған 20%-ын қайтадан біз өз қалтамыздан шығарып жатырмыз. Біздің арендамыз жаңағы балдар келу керек, жақсы жерге келу керек деген сияқты сурет салсын, массаж алғанда да сондай жеріміз дұрыс болмай жатыр. Өзім жеке басым Досаев мырзаға, Сағынтаев мырзаға жеке кездесуге, халықпен кездесуге шыққан кезде өзім бірнеше мәрте жолыққан түрім бар. Бізде қазіргі біздің арқамызда 80 бала бассейнге бар жүр тегін. Әкімшілік жақтан көмегіміз осы алып жатқан. Сосын арнайы мектептер бар. Соның ішіне арнайы көз емдейтін аппараттар қойдырдық, талап етіп. Сосын не бар, больница бар, жылына 2 рет жатады. Сол больницаның ішінде де толық стандарттық, мемлекеттік стандартқа сәйкес болсын деп, соны талап етіп, сол жерді жасаттық. Сіз енді нақты қай талаптарыңыз ашық қалғанын айтсаңыз, және не сұрайсыздар? Мысалы, қорыңызға не сұрайсыз, және жаңағы мүмкіндігі шектеулі балаларға не сұрайсыз? Бізде Қазақстан Республикасында Аружан Сайын деген ханым бар, балалардың құқығын қорғайды. Сол кісі бізді өте қолдап, көмектеседі. Әр баланың жұмысын жеке қарайды. Сол кісінің арқасында көп министрлермен кездесуге шықтық. Денсаулық министрлігінен бізде жұмысымыз өте қатты ақсайды. Себебі осы Қазақстанда 100% көз ауыратын баланың 80%-і шетелде ем аламыз. Бүкіл берген жәрдемақыны жинап, қосып, біреу Россияға барады, біреу Әзербайжанға, біреу Турцияға, біреу Германияға кетіп жатқан жайымыз бар. Нақты Қазақстанда бізге айтады, сендер осылай туылдыңдар, осылай өлесіңдер, ешқандай шешім жоқ сіздерге дейді. Бірақ шетелде бізге көмектесіп жатыр. Денсаулық сақтау министрлігіне сол кісілерге айттым, егер де сіздердің көз дәрігерлердің соншалықты қауқарсыз болса,
шетелден бізге шақырып беріңіздер. Өйткені мысалы Дискаленко, Скрипец деген келеді Петербургтан. Бір қабылдауы 80 000 теңге тұрады. 15-ақ минут қарайды бізді. Сол 15-80 000 теңге деген сұмдық қой, былайша айтқанда тонау. Біздің ауруымыздың есебінде күн көріп жатыр. Соны сіздер мемлекеттен шақырып беріңіздер хотя бы. Солай бізге жеңіл болсын десек, ол сұрағым ашық қалды. Одан кейін білім ол кез Айтмағамбетов болды, білім министрі. Ол кісі маған уәде берген, бірақ ол уәдесі ашық тұр. Тоже балдардың көзі нашар көретін балдар былай оқиды кітапты, олар бүйтіп оқиды, былай оқиды да. Әрі біз өйткені үлкен әріп болу керек. Үлкен әріппен кітап жасалмаған. Акиматпен білім басқармасымен сөйлескен барысында біз түсіндік, бұл біздің акиматтың қатесі емес екен, кінәсі емес екен, бұл министерствода бір заң шығарады. Ол заң бір-біріне қайшы келіп, жаңағы бас шықпай қалады. Бәр нәрсені бүйтіп істеп тастаған адамға қолайсыз. Мысалы, әр заң шыққан кезде анализ жасалу керек. Ол анализ, мысалы, ең басты құндылық бала мен халық. Халықтан сұратылу керек қой, әр нәрсе. Халыққа қалай ыңғайлы деп. Өздеріне отырған жерінде ыңғайлы емес, біздерге ыңғайлы қылып жасау керек қой. Сол нәрсе ашық қалып тұр. Одан кейін денсаулық министрлігіне байланысты Айлуна деген қызымыз бар, Элдияр қызы Айлуна, 2 жас 10 айда. Ол қыздың туылған кезде онкологиямен туылған. Сол бала операция жасаған кезде бүйрегіне инфекция түскен. Инфекциясы бүйректі жеп жатыр, былайша айтқанда, жалпақ тілмен. Сол рефлюкс деген диагноз 4-ші степень, оған гель қояды екен. Бүйрегіне зәрі бер қарай шықсын деп, екі ортада гель қояды екен. Ол гельді Астанада қойған, 3 рет операция жасаған. Сол ақ кетеді екен. Ал бізде Алматыда Рахат деген клиникаға Россиядан тағы да врачтар келеді, урологтан. Солар айтыпты, егер де сіздер бізге кеп Россияға, Москваға жасатсаңыз, толыққанды бала болып жүріп кетеді деп айтқан екен. Баланың қазір толыққанды емес болып табылып жатқан себебі, бала өздігінен зәр шығара алмағаннан кейін оған кататор салып жатыр. Ол кататорды біздің мемлекет бір реттігін береді, одноразовый деген. Бізге многоразовый береді, бізге одноразовый керек. Өйткені многоразовыйды ол мама салады да кәдімгі қазанға қайнатады үй жағдайында. Сосын қайтадан үлкен әйелге берілетін кататорды кішкентай ғана баланың жамбасына келмейді. Ауырсынады бала, қиналады, жылайды, солай салып отыруға мәжбүр. Егер олай ауыртпайым десе, Астанадан заказбен алдырады. Заказбен алып, ол қайтадан қалтасын қағады. Сосын малаешка деген тамақ жейді. Малаешканы тоже дәрігерлер айтқан, сіздер осыны жеңіздер, сіздерге балаңыз өспей жатыр, дамуы тоқтап жатыр деп. Ал ана қызды мамасы күніне кешке шейін 7 ретке дейін кіші дәретін алу үшін қайта-қайта кататорды салады, павидон, обработка, перчатка, барлық нәрсені жергілікті осы Алматы беріп отырған жоқ. Ешқандай. Өз қалтасынан алып отыр. Бізде спонсор да дайын тұр. Аружан Сайынның фонды бар, Дом милосердия деген. Сол кісілер айтып тұр, біз толық ақшасын көтереміз. Егер де сіздер бізге бұл бала Москвада операция жасап келсін деген бір ауыз сөз бір баланың тағдырын шешіп тұр. Сол бір ауыз сөзді бізге қимай отыр. Ол бір ауыз сөзді сіздерге кім беру керек? Немесе мына институт педиатрия Алматыныкі, немесе Астананыкі. Егер ол кісілер сіздерге сол қағазды берсе, жаңағы 3 миллион теңгені полностью фонд көтеріп береміз деп тұр. Сіздерде уже Россияға барып, Ресейге барып операция жасауға мүмкіндік болады. Мүмкіндік болады. Тек сіздерге жаңағы қағазды бермей тұр. Мен енді ойлаймын, біздің президент бізге барлық жағдай жасап қойған, бірақ бізге жетпей жатыр деп ойлаймын. Ортада қалып кетіп жатыр, ақпарат аз да, бізге жетпей жатқан себептен біз осындай қарапайым халық қиналып жүрміз деп есептеймін. Өйткені басқа елдерге біз баламыздың көзін тексертуге барғанда салыстырмалы түрде қараймыз ғой. Басқа халықтың өмір сүру деңгейі мен біздің деңгейіміз жақсы, жоғары. Бірақ осындай бір кемшіліктерден адамның ішінде көңілі қалады, содан жаңағы андай арзан сөздер кетеді. Неге бізде медицина сапасыз? Біздің көз дәрігерлерінің неше түрлі дипломдары бар, Кореяға оқып келеді, Японияда оқып келеді, бірақ оның бізге пайдасы болмай жатыр. Біздің балдар лабораториядағы тышқан сияқты көзін кесіп көрмей шығып жатыр. Сондай. Мен өзім де солай кесіліп бірнеше рет, міне осындай жағдай. Қазір жарық сезінуім 2% ғана менің.
Өзіміз естіп білгендей, өкінішке орай мемлекет тарапынан ешқандай көмек жоқ. Алайда әр ана өз баласы үшін, оның денсаулығы үшін ешқашан үмітін үзбейді. Осы орайда біз де балалардың тез сауығып кетуін тілейміз. Айдана Маман, Гаухар Сатпаева, арнайы Мінбер ақпараттық агенттігі үшін.